Сәлеметсіздер ме, құрметті әділқазы мүшелері, құрметті қатысушылар. Менің педагогикалық идеяның тақырыбы геометрия, геометриялық фигураларды нейро желі арқылы визуалдау. Мен Әбиев Бердібек Жұмағалиұлы, Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің нөмірі 1 жалпы білім мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Педагогикалық идеялар фестивалінің ұсынған тақырыбының тезисіне келетін болсам, геометриялық фигураларды нейро желі арқылы интерактивті визуалдау оқушылардың абстрактілі ұғымдарды нақты бейнелермен байланыстыруына мүмкіндік беретін заманауи әдіс. Бұл тәсіл оқытуда дараландырады, геометрияны түсінуді жеңілдетеді және практикалық міндеттерді шешуде оқушының цифрлық сауаттылығын арттырады. Педагогикалық идеямның мақсаты геометрияны оқытуда жасанды интеллекттің визуалдау мүмкіндіктерін қолдана отырып, оқушылардың ойлау дағдыларын, зерттеушілік және талдау қабілеттерін дамыту. Міндеттері: геометриялық фигураларды жасанды интеллект арқылы модельдеу және визуалдау дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін арттыру. Күрделі фигураларды қарапайым элементтерге бөліп түсіндіруге үйрету. Жеке оқу траекториясына мүмкіндік беру. Цифрлық көрнекіліктер жасау арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. Өзектілігі: қазіргі білім беру үдерісінде жасанды интеллект құралдары кеңінен енгізілуде. Геометрия визуализацияны қажет ететін ең күрделі пәндердің бірі. Оқушылардың көпшілігі кеңістіктік бейнені елестетуде қиналады, ал дәстүрлі сызбалар әрқашан жеткілікті болмайды. Осыған байланысты жасанды интеллект арқылы 3D модельдер құру, фигураларды бұру, қиып көру, өлшемдерін өзгерту, комбинация жасау сабақтың сапасын арттырып, оқушының пәнге деген қызығушылығын жоғарылатады. Геометрия сабақтарында жасанды интеллект құралдарын қолдану оқушыларға нақты, шынайы және интерактивті визуалды материалдармен жұмыс істеуге жол ашады. Бұл тәсіл дәстүрлі оқу әдістерін толықтырады, күрделі математикалық ұғымдарды қолжетімді етеді. Геометрия жобасы STEM бағытындағы білім берудің негізгі талаптарына сәйкес келеді. Зерттеу, визуализация, модельдеу, есеп шығару, талдау және болжам жасау. Педагогикалық идеямның негізгі бөліміне келетін болсам, бірінші қолданылатын цифрлық және жасанды интеллект құралдары. Геометриялық фигураларды нейро желі арқылы визуалдау педагогикалық идеясының негізгі мазмұны оқушылардың кеңістіктік ойлауын, геометриялық модельдеу қабілетін және аналитикалық дәлелдеу дағдыларын жасанды интеллект құралдары арқылы дамыту. Бұл идея геометрия пәнін дәстүрлі теориялық сипаттан 3D визуалды интерактивті зерттеу пәніне айналдырады. Нәтижесінде оқушы геометриялық объектіні тек ереже бойынша есептеп қоймай, оның құрылымын, өзгерту динамикасын, параметрлік тәуелділігін терең түсінеді. Екінші, жасанды интеллект құралдарының геометриядағы мүмкіндіктері. Жасанды интеллект негізіндегі платформалар Gebra 3D, Desmos Geometry, Trinkat, Chapes 3D, ChatGPT, Gemini геометриялық фигуралардың кеңістіктік моделін, олардың қасиеттерін, параметрлік өзгерістерін және олардың математикалық заңдылықтарын зерттеуде жаңа деңгей ұсынады. Жасанды интеллекттің құралдарына келетін болсақ, GeoGebra 3D бұл сабақта кеңістікті фигураларды салуға қолданылады, ал Tinkercad 3D модель құрастыру, Chapes 3D фигураны бұру, қию, масштабтауды қолданса, Desmos Geometry 2D фигураларды салуға, ал ChatGPT немесе Gemini жасанды интеллект құралдары бұл түсіндіру мен есептің шешімін тексеруге арналған құралдар болып табылады. Осы педагогикалық идеямның жобасы аясында мен бірнеше авторлық әдістер мен идеяларды ұсынып отырмын. Оның біріншісі виртуалды реконструкция. Мұнда әдістің мазмұны күрделі фигураны бөлшектеу, қайта құрастыру, қималарды зерттеу болып табылса, диагностикада есеп шешімін жасанды интеллект арқылы тексеру, қате логиканы анықтау, визуалды модельдеу. Үшінші, 3D инженерлік конструкция. Мұнда көлемі белгілі объектілерді құрастыру, симметрияны сақтау, инженерлік есептерді орындау болса, көп мерзімді динамикалық өзгеріс идеясында параметрлерді өзгерте отырып, аудан, көлем динамикасын бақылау болса, визуалды эксперимент әдісінде нақты заттарды геометриялық модельмен салыстыру объект формасын талдау болып тұрады. Ал салыстырмалы зерттеуде есепті
баға беріп дәлелдеу сапасын салыстыру болып табылады. Енді бұл идеяның жүзеге асыру кезеңіне мен куб және оның қасиеттері деген тақырыпты алдым. Оның мақсаты оқушыларға куб фигурасының қасиеттерін зерттеу арқылы кеңістіктік ойлау қабілетін дамыту және жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы практикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру. Міндеттеріне кубтың қабырғалары, бет ауданы, көлемі және периметрін зерттеу, жасанды интеллект құралдары арқылы фигураларды визуализациялау және өзгерістерін бақылау, топтық жұмыс арқылы шығармашылық және коммуникациялық дағдыларды дамыту. Енді ол бірнеше кезеңнен тұрды. Бірінші кезең мотивация және проблемалық жағдаят құру. Екінші кезең теориялық түсіндіру және жасанды интеллект құралдарымен таныстыру. Үшінші кезең виртуалды реконструкция әдісі. Төртінші кезең ай диагностика әдісі. Бесінші кезең 3D инженерлік конструкция әдісі. Алтыншы кезең ай салыстырмалы талдау кезеңі болса, жетінші кезең бізде қорытындылау кезеңі. Яғни мен ұсынып отырған педагогикалық идеяның тиімділігін бағалаудың бірнеше бағыттары бар. Бұларға оқу жетістігі, цифрлық дағды, шығармашылық, зерттеушілік дағды және мектеп деңгейі жатады. Мұнда бірінші кезеңде бағытта геометриялық түсініктің тереңдеуі, екінші бағыт бойынша 3D модельдеу дағдылары, одан кейін постер, инфография сапасы, айнымалыларды өзгерту арқылы талдау, цифрлық сабақтардың артуы жатады. Осы педагогикалық идеямды ұсына отырып, жалпы геометрияны оқытуда жасанды интеллекттің визуалдау мүмкіндіктерін қолдана отырып, оқушылардың ойлау дағдыларын, зерттеушілік және талдау қабілеттерін дамыту. Назарларыңызға рахмет.